Қайырлы күн достар, эфирде студент подкаст және оның жүргізушілері мен Азидова Дильназ және менің группаластарым Ибрагим Зарина, Сәлімгерей Дильназ. Саламатсыздар. Сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Және де біздің бүгінгі шығарылымымыз ерекше болады десек те болады, иә қыздар? Бүгін бізде қорытынды подкаст, соңғы подкаст. Былайша айтқанда семестр бойы түсіріп келген подкасттарымыздың қорытындысы болмақ, ең соңғысы деп айтсақ болады, иә? Және де бүгінгі шығарылымда біз осы подкаст жүрген кезде қандай қызықты жайттар болды, біз былайша айтқанда камерамен жұмыс істеуіміз қалай өтті, ең бірінші подкастымыз қандай болды және соңғысымен екеуін салыстырып сол кездегі өзіміздің қызықты жайттарымызбен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы бізге берілген уақыттан кейін біз 4-5 аптадан кейін подкасты бастадық, себебі біз камерадан қорықтық, қиын болады деп ойладық. Сондықтан көп жүріп қалдық та біздер. Уақытымыз жоғалтып отырдық десек те болады. Ағайды айтып тұратын өзімізге. 6-шы аптаға, 7-ші аптаға келгенде бастап батылдық жинап, ағайдың жел беруімен барып түсіріп бастаған сияқтымыз. Және де камера алдында қорқынышымызды жеңе білдік деп ойлаймын. Осы сабақта өте қызықты болды, бізге өте тәжірибелі болды. Бұның көмегіне әрине Жәнебек ағайдың көмегі өте көп тиді бізге. Жалпы бізде дейтін ең бірінші подкаст түсірген кезіміз естерінде шығар, сән туралы болды, бірақ енді тақырып таңдай алмай, қандай тақырып аламыз, қалай киініп келуді де білген жоқпыз, микрофон тағатын жерді таба алмадық, киген киіміз үйлеспей. Сценарий жаздық, ол сценариймен келістіріп оқи алмадық, немесе келіспей қалды сөздеріміз. Басында біз дейтін ең бірінші уақыт жоғалтып алдық дедік қой, сол кезде біз басында өзіміз кішкене қашып еріншектік те болды, шыны керек бар ғой. Оған себеп бізге ағай қиын сияқты қылып көрсетіп айтты да, біз соны қиын деп ойлап қабылдап қалдық. Сценарий жазулардың керек, оны былай әкелесіңдер, сосын оны былай айтып бересіңдер, үйту керек, бүйту керек дегенде біз уже қашықтап қалдық та, сосын жүрдік. Ең бірінші подкастымыз жаңа айтқанда сән туралы болды, бірақ ол шықпады, өкінішке орай. Ол видео алынбай кетті де ақыры. Кетіп қалған сияқты. Ең басында біз қатты оған былайша айтқанда серьезный қарамадық та, ол кәдімгідей үлкен жұмыс деп біз жай түсіру жұмыс, сабақ, баға деп қарап жүрдік та, ал енді қазір өзімізге бір кішкене ұнап қалды десек те болады подкастқа келіп. Сол подкаст қой бірінші бастап көрсеткен қандай болатынын, қорқынышпен келіп дірілдеп осы жерде ең бірінші түсірдік бізді. Неміз бойынша, группамыз бойынша ең бірінші түсірдік. Қорқып, да жерде дірілдеп отырып, ағай не айтады екен? Және камера алдында сөйлегенде ұмытып қалып сөздеріміз сондай көп болды бізде. Көбінесе бізде Дильназ телефонмен. Телефон тастамайды, өмірі алдына қойып отырады. Өйткені мен камераны көрсем уже қорқып қалатын сезімде сияқты боламын да, ал қазір уже сөйлеп үйрене бастадым десем де болады. Сол подкасттан кейін біздер қалай болатынын көрдік, қалай түсірдік, соны ағай айтты, үйретті, бәрін қазір көріп отқаныңызда Дильназдың алдында телефон жоқ дейсің. Және де менің бар ғой, камера алдында қорқынышым, пицца туралы біз түсірдік қой. Сол подкаст туралы. Сол мен шатастырып кеткенім сол өте қате болды сол кезде. Айтпақшы, ол видео енді алдағы уақытта шығып қалу керек. Фастфуд туралы. Оның ішінде айтып отқан қызығы, біз жалпы фастфуд туралы айтып жаттық. Мысалы, ол қай жылы шықты, қай уақытта шыға бастады, қай елде көп қолданылады, көбіне сол америкалықтар туралы айттық қой. Сол кезде Дильназ бізде арасында енді сценарийде жоқ, бірақ өзі қосып жібергісі келді ғой, өз ойымызды қосамыз. Сол кезде өз ойынан шығып, пиццаны Америкадан шығады деп қателесіп айтқаны бар. Ол кезде енді бізде ой деп отырған ғой, жалғастырып кету керек қой. Сол кезде Зарина енді, ол Италия ғой. Сондай қызықтар болды. Одан бөлек бір қызық болды. Бірлет, бізге 10 подкаст түсіру керек жалпы. Берілген тапсырма, уже уақыт жетпей жатыр. Біздер 2-3 подкасттан бірге түсіріп жүрміз. Сол кезде бізде ағай, бізде тек аптада 2 күн бар түсіруге мүмкіндігі. Өзіміз сабағымыз болатын кез. Сол кезде үлгермейміз деп біз бір күнде 2 подкаст, яғни бір сабақта 2 подкаст түсіреміз деп келдік. Екеуіне кәдімгідей біз 2-3 күн бұрын сценарий жаздық, іздедік. Дайындалдық та енді келіп түсірдік осы жерге. Түсіріп болғаннан кейін ағай ортасын тоқтатып болды, жарамайды деді. Сол кезде подкастында жарамай қалды. Көңіл күйіміз өте түсіп кетті төменге. Былайша айтқанда үйге дейін сөйлеспей барып бір-бірімізбен шабытымыз кетіп қалды. Желаниямыз деп айтамыз, сол кетіп қалды. Біз сол кезде 1 аптадай ма, 2 аптадай ма түсірмей қалдық та, дымға қатыспай қалдық. Содан кейін біз ағайдың қасында отырдық, әңгіме айтып сөйлесіп отырғаннан кейін ағай ойдан бір тақырып тауып берді. Ойдан дегенде енді сол кезде шығара салды, тамақ туралы, осы қазір түсіріп тастаңдаршы, көріңдерші деп. Сол кезде бізді мақтағанда енді
ары қарай бір жел беріп жіберді бізге. Сол қызық болды. Сол видео бізде бірінші шыққан, YouTube каналға. Сол шықты, одан кейін тағы басқалар шығып жатыр. Енді алдағы уақытта тағы басқалар шығады, бұйырса деп қояйық. Жалпы бізде бірінші түсірген подкаст пен соңғы түсірген подкасттардың айырмашылығы өте көп. Иә. Қазір бүгін ғана біз бір подкастымызды Бүгін банағы осыға дейінгі түсірген подкасттарымызды қарағанда көп қателіктер, керек емес сөздер, керек емес сценарийлар. Былайша айтқанда біздің отырысымыздан және көзімізден де көрініп тұр, біз қобалжып дірілдеп әзер сөйлеп отқанымыз. Ал қазір енді кішкене еркіндік бар да, камераға қараймыз да сөйлей береміз. Және біз бұл подкастта топ-топ болып жұмыс жасағаннан кейін бәріміз ауызбіршілігіміз бір жерден шығып, достасып, дегенде бірге жүріп. Бірақ енді соңына кішкене қиындап кеткені бар, шашырап кішкене. Менен кейін кім сөйлейтінін де біз өзіміздің ретімізбен қойып аламыз, иә. Солай. Солай енді қазір ағаймен кішкене жақын болып кеттік. Ағай жақсы көреміз, бізге көмектесіп отырады, былай деп өзінің кеңестерін айтады. Енді бұйырса осы подкасттарымыздың барлығы шықса, сессиядан күшті өтіп кетсек, айтпақшы бұл подкаст сол сессияға өту үшін. Қорытынды подкаст, соңғы подкаст біздегі. Бұл семестрдағы соңғы подкаст. Деп айтайық, бұйырса тағы түсіреміз. Келесі семестрде тоже ағайды көретін шығармыз енді. Сессияға осы бізге берілген тапсырма, сессияға өту үшін бізде 10 подкаст түсіру керек және оның барлығы YouTube-қа шығу керек жалпы. Яғни бұл сессия бізде жоба ретінде өтеді, соған біз осындай подкаст түсіруіміз керек, басқа сабақтың жаңалықтар дейді, соған қарай түсіруге барымыз тырысып жатырық, әйтеуір өту керек деп, сессиядан құлап қалмау керек деп. Және де бұл подкаст бізге үш топтан бөлім керек болды ғой. Группамыздың ішінде өте достастығымыз, өте бірлігіміз жарасқан топ болды бізде. Өйткені біз бірінші түсіреміз, группада келісіп аламыз ғой, біз бірінші түсіреміз деп, екінші түсіреміз. Иә, бізде подкаст түсірерде көп келіспеушілік болды, себебі қырылып группада бірінші мен, екінші сен деп ағайға айтып, сондай да кездер болды. Арасында осы соңына қарай ортасында қыздар бір-бірімен сөйлеспей кетті, араласпай кеткен кезі болды, бір-біріне шынын айтқанда, оны жасыратын жоқ. Оның бәрі осы подкаст, мен бірінші түсіремін, екінші түсіремін, барлығы түсіріп үлгергісі келеді. Салғысы келеді, барлығы шыққан қалайды, бірақ бізде уақыт жетпейді, бір сабақ 50 минут па, соның ішінде біз бірнеше 6 топпа, 7 топпа түсіріп үлгеру керек. Уақыт жетпейді, себебі біз кеш бастағасын. Бір топтың өзі бір 10-15 минут түсіреді, былай қарасаң, ол жетпей қалады. Соған қырылып, сондай қызық болған бір-біріне дейтін сөз айтып, ағайға дейін шығып, ұятқа қалғанымыз кішкене солай болып қалған. Сол білмеймін, енді бізде біз өзімізде айтайын десек, андай айтады ғой, орысша ляп деп айтады ғой, ыңғайсыздық болып қалып, болмай қалған дегенде, неудачный дубль дейді, онда бізде болмапты, иә? Иә, біздер келіспейтін тақырып алдық, өзіміз көтере алмайтын тақырыптар алдық. Ол тақырыпта ашу үшін өтірік айтқанымыз да бар. Алаяқтық туралы бар. Салт дәстүр. Оны ағай сразу тез біліп қойды. Бізге ағай салт дәстүр подкасты әлі прикол ұстап, бізге әлі прикол тағады. Сол подкаст ақтаудың дәстүрі туралы айттың ғой сен. Қызық болып кетті. Білмеймін, енді бізде сол қатты айтатындай көп нәрсе болмады. Себебі біз бір қызығы мақтанып қояйық. Түсіргенде бірінші дубльден түсіреміз. Бір түсіреміз, содан кейін уже дайын деп тұрады да, болды жақсы дейді. Енді қалай екінші, үшінші дубль жасап қайта-қайта түсіру жаман демейміз. Бірақ өзіміз үшін жақсы ғой, бір түсіріп болды дайын деген. Сол біз үшін бір кішкене мақтаныш болды, ағайдан мақтау есту. Басқа қандай қызықтар болды бізде? Не болды? Біз не туралы түсірдік? Біз сән туралы түсірдік, фобия туралы, өтпелі кезең туралы түсірдік, блогинг туралы түсіргеніміз бар. Сосын өткенде тағам туралы түскеніміз, сол ағайдың аяғысын қылып берген. Иә, фастфуд туралы түсірдік. Тағы не бар бізде? Спорт туралы түсіргеніміз бар. Сізде, менде, екеуміз айтқанымыз. Бізде енді адам үштен бөлінеді ғой, сол кезде кейбір студенттер былай қалып қояды да, үшке бөлінбей қалады. Сол қыздар мысалы ұзақ уақыт түсіре алмай қалып жүрді. Сол кезде бір-бірімізге ауысамыз да. Мысалға мен басқа группастармен түсіре саламын. Зарина басқаларына қосыла салады. Оларға тағы қосымша адам болу үшін. Дилназ мысалға өткенде аяулымен түсірді деген сияқты. Бірімізге солай қосылып жүрді да, араласып. Себебі бізде адам артылып қалып жатты да, жетпей. Бірақ негізі солай болғанда да жақсы, өйткені бір-бірімізбен тәжірибе алмасып тұрамыз да. Біз негізі ағаймен түсіреміз бе деп ойлағанбыз. Ағай таппай қалдық деп. Иә, құрсын іздеп кеттік. Ағаймен түсірсек одан сайын қызық болады шығар, ағай бізге бүткіл нәрсе айтып жүріп жүреді, ол сендер бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Ағайдан біз ұрыс естіп қалған кезіміз болды. Біз оған ренжімейміз енді. Ағай бізге ұрыспады, негізі өзінің көңіл күйге жоқ болғасын, кішкене өзімізге қабылдап қалдық оны. Келіспей қалған кез болды.
ол да жаңағы сол біз тақырып дұрыс таңдамай қалдық, өзіміз аша алмай қалдық қой, жетіспеушілік. Енді ағайдікі дұрыс қой былай көп айтқанда. салғырттық қарадық, соның кесірінде болу керек әрине. Бізде де кезеңдер болды ғой. Біздер несіз дайындықсыз келіп, дайынбыз деп отырып алып түсіре береміз. Қызын біз басында қуып жүрдік десек те болады ғой. Иә. Түнде сценарий емес тіпті интернеттен аламыз ғой. Подкастқа керек сөздерді, тақырыпты аламыз да, бүйтіп Дильназға жібереміз. Дильназ оны документке салады да, борышқа. Таңертең оқимыз сразу. Оны бөліп аламыз. Сен қайсысын оқисың, мен қайсысын оқимын. Біреуіміз, бірақ оған дайындалмаймыз, таңертең келеміз да, оқимыз да, сонымен ойбай ағай дайынбыз дейміз. Ағай точно ма дейді, біз точно дейміз де отырамыз, береміз ғой. Біреуміз телефонмен, біреуміз ойдан, біреуміз бар оқыған сценариймен. Бірақ соның бәрі қызық өтті, бізге бір үлкен тәжірибе болды десек болады. Себебі енді біз осыған дейін де жоба сабақтар болды, бірақ ол телефонға просто түсіріп, бір 2 минуттық жаңалық қой, түсіргеніміз. Сондай болды. Енді оңайырақ. Өзің 2 адам боласында түсіресің де, оқисың да, айта қоясың. Ал мынау енді кішкене бір қалай айтсақ болады, бір өсу болған сияқты біз үшін енді. Камерамен бірінші сөйлеп тұрмыз біз. Иә, біз енді өндірістік тәжірибе дейді ғой, практика барамыз. Ол кезде бізде бұндай болмайды. Біз көбіне жазумен айналысамыз, жазумен айналысамыз. Жаңағы ИКТ, ЗКТ, кешірім сұраймын. ЗКТ, сюжет, бірдеңесін жазып береміз да, сонымен айналып жүрдік та. Ал енді бұл бізге кішкене басқаша бір жаңа ашылым болды да. Ағайға рахмет, бізге бәрін көрсетіп жатырғаны, камерамен жұмыс жасауды үйреткеніне. Ағайдың бір мақтауын естіген бір өзіміз үшін күшті сезім ғой. Негізі ағайдың қасында жүрсек өлмейміз. Өлмейміз. Енді сол, бізде өкінішке орай дейін ба, білмеймін, қуанышқа орай дейін ба, ондай айтатын қатты бір қызықты оқиғалар жоқ. Жаңа айтқандай барлығы түсіреміз, кетеміз. Арасында болып тұрды қызықты нелер. Ағай бүйтіп тоқта деп айтып қалады, біз бүйтіп паника ұстап қаламыз, немесе сөз ұмытып қалғанда қалай не істерімізді білмей қаламыз, жалғастырып. Подкасттардың ішінде бізде бар қарап отырсақ мұқият сөздерді қудырып жүріп жатқанбыз. Мен өзіме жаңа қарап отырмын ғой сабақта. Өтпелі кезең туралы айтқан кезде. Сол кезде мен сол кезге біз жақсы дайындалып келдік, негізі үшеуміз түнмен дайындалдық. Екі сөздің басы қоса алмай қалып дұрыс айтпай қалғанмын. Мен дейтін бір сөз бар, соны бірінің жартысын айтып, екіншісін бөліп, деп соған өзіме жаңа күлкім келді, жаңа жыным келді. Былай қарап отырғанда, неге олай қателесің барсың? Біз сөз ғой деп. Одан бөлекте біздің бір қателігіміз басында ағай да бізге айтты, неге жоғары қарай бересіңдер бүйтіп дегені. Ол мен мойындаймын дейсің. Сол басында біз жерге қарап сөйлеміз, подкастымыз бітпей жатып, біздер сразу өзіміздің әңгімемізді айтып тастай береміз да, болдық па, уф деп. Сосын менің ең бірінші жаман қателігім, мен сценарийді жаттап келем, вот сол кезде менің қателік болды. Онда бір прикол. Сценарийді сөзбе-сөз жаттайды ғой. Ағайлардың апайлар айтқан білесің бе? Сергек деп айтады. Сергек камера деп. Себебі Дильназ бізде бәрін бүйтіп мұқият қарап отырады да, сценарий жаттап алады да, сосын сонымен тікелей оқып зуылдап айтып береді. Бұл өте қате достар. Біз енді ол жаман емес, бірақ қатты мән беріп қарайды да, соңға айтатын апайлар дейтін Сергек камера сияқты жан-жана бәрін қарап отырады деп. Соған күлеміз. Сол енді басқа айтатын көп нәрсе жоқ сияқты бізде. Енді ағай айттым, келесі семестрде, тағы да сабақтар болады деп, одан әрі қиынырақ болады деп, соған дайындалыңдар деп, енді сол жерде көре жатармыз қалай жұмыс жасайтынымызды. Сол күнді күтеміз енді әрине. Күтеміз ағаймен жұмыс жасағанымызды. Достар, тыңдарман, ендеше осымен біздің осы семестрдегі қорытынды подкастымыз соңына жетті, аяқталды. Осы уақытқа дейін бізбен бірге болып, бізге қаралым жинап, бізді қарап, сөйтіп келгендеріңізге рахмет. Соңына дейін қоштаспаймыз. Әзірге сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.